Атпай ерте шықтық вокзалға. Бүгін қызықты видеолар болатын болады, достар. Великий такси тоқтатып үлгерді. 2 күн пойызбен барамыз. Қытайдың пойызменен Гуанчжоудан Үрімчіге дейін барамыз, әрі қарай Алматыға. Осылай саяхатымыз енді пойызбен жалғасатын болады, достар. Кеттік бірге. Мынандай таксиге неге сарын тоқтаттың, Великий білмей қалған жүрсің ба? Ештеңе етпейді. Түсіндіре алсаң болды, ең бастысы. Бісміллә деп. Кеп қалды ғой деймін де вокзалға. Мінекей вокзал көрінді. Бәсе, қайда міне бір сағат деп жатырмын вокзалда. Дұрыс алып жатырмын, дұрыс алып айтқан жоқ па деп. Дұрыс келдік. Жап жақын жерде, қасымызда. Жеуде келетін жер. Мына қарас, таң атпай, сағат таңғы 5. Адамдар құжынап мына жерде жүр. Жатыр, демалып. Мына бер біз сияқты тақалып емес, 2-3 сағат бұрын келетін болып тұр ғой да. Бізде бірақ 3 сағат бұрын шықтық. Келгенше бір 10 минут кетті, я? Біз 3 сағат бұрын келдік сонда. Вокзалға да келдік. Енді қай жағына барамыз? Іште мынандай үлкен вокзал. Қазір қай жағына баратынымызды да әлі білмей тұрмыз. Мына жерде таблоға қарап тұрамыз, немесе мынандай көмектесетін кісілер бар. Қазір сұрап тауып аламыз күлікі, оның қасында самолетке де мініп тауып келдік қой. Қайда бар ма билет? Жоқ па? Адам түнде дайындап қоймай ма билетті деген? Болды сол күнде. Тап енді. Әбден вокзалға келгенде қатырып тұр ғой. Билет таба алмай жатырмын дейді сөмкеден. Іздегенде 15 минут болды. Нервіні құртып барып тапты, әбден бар ғой. Әбден нерві құрғанда бар. Қалай неге құрайды? Далада жүрген кезде дейтін. Адам алдыменен билетті қарау керек қой. Танымайтын елде жүрген кезде бірінші адам билетпенен документ түгенде болу керек қой, паспорттарды. Бар десең, жарты сағат болды, әрең таптық қой. Не істеймін? Оңай жерге қою керек, бәрін қарап жүру керек түгенде. Осындай сұрайтын анықтама орталығы бар екен, бізге жақсы болды. Мына жерден қазір 2-ші этажға көтерілесіңдерді бізге нұсқау жіберді. Осы жақтан барып күтеміз бе, или пойыз сол жерге келе ме? Білмейміз, қазір әрі қарата көреміз. Қызық енді басталды. Мәссә, 2-ші этажда бізден басқа адам жоқ сияқты. Пойызға мінетін, әлі ерте ме? Мына жерде таблоны көрейікші, пойыз нөмірі неше, қарашы, айтшы маған. Мына жерде пойыз нөмірлері жазылып тұр. 7107 болу керек. Бірден 38 деп тұр. Қайсы? Z 138 бе? 138 бе нешені? Қазір қарай. Жерде бар ма ондай? Так, 138 төніп тұр ғой, Z1 138. Оқ шығып кетті, қазір мін жаны шығатып жар. Бізде сағат әлі 5:30 екен. Z1 138 екінші жолға келеді деп тұрған сияқты. Мен мына жерде Қытайда тұратын біздің көрермендер болса, ұсыныс айтқым келіп тұр да. Қасына ағылшынша жазып қойса, керемет болар еді. Бәрі жақсы, бәрі керемет. Түсінікті болар еді да біздерге. Жетеуліктер 2 дейді, тағы қасында Қытай тілінде жазылып тұр, түсінбей жатырмыз. Мінекей, Қытайша білетін бауырым тауып алдым ғой. Алшаң басып келе жатыр ғой. Қазақсың ба десем, қырғызбын дейді. Жүрісінен ақ білдім ғой, өзіміздің бауыр екен. Жаңа пойызды біле алмай тұрық, Z138 деген не деп тұр ен жерде? Қайсы жаңа бастыңызға? Неге Үрімчіге ғой? Үрімчі. Қарсы, әне билетімізді көрсет, жүгінші не деп жазып тұрған? Жақсы олды. Мына жерде бар болатын. 38 жерде. Аны бірінші тұрған, я. Не деп жазып тұрған жерде? 7:54-те жүретін уақыты ғой. Сосын қасында не бар? Жаңа Қытайша жазу бар ғой. Ойпырмай, Құдай бізді өлтірсін ба? Бір мұсылман адамды кездестірді ғой. Жөн білетін, жол білетін, тіл білетін дегендей. Жақта маңызды тіл білетін. Достар, енді бұл айтып тұрмын кеше, ағылшынша жазуды көрсек, өзіміздің қазақ тілді жазуды көргендей боламыз деймін. Әйтеуір оны бірдеме түсінесің ғой, ром дейтін, жаңа бөлме деген сияқты, екінші зал деген сияқты да. Әйтеуір сөйтіп рейнс дейтін, мысалы вокзал ма, темір жол ма бірдеме деген сияқты. Сөйтіп түсінеміз әйтеуір. Мына жерде ирелек иероглиф әріптермен дымды түсінбейсің ғой, мысалы мына жазуды
айтса түсінбейміз, ал ана латынша жазылады, бірдемен алғанбыз. Айттым, вокзалда адам жоқ. Кішкене ана жаққа қарата барып отырайық, төлеттің қасы оның чет. Төлеттің қасы емес, мына жаққа барып отырайық. Мана бала, өтсіру бас жақта отырмын деді, орным жақта дейді. Мына жерге жайғасып бака отыра тұрайық. Манағы бауырымыз келгенше. А? Мына жерде су ағып тұр ғой. Ойбой, мұндай да болады екен, су ағып тұр ғой. Ештеңе етпес. Сол жерге отыра салайын деген. Екінші жолға қалай шығады соны сатты. Оны да табамыз ғой. Болды қазір мана бала кездесті әйтеуір ең бастысы. Мен далаға шығып вокзал жақты қарап келейін, темір жол жақты қалай екен. Ана бала жейтін таба алмай жүрмін деп тұр ғой. Мына жерден қазір шығып кетсем кіре алмай қаламын ау. Әрі қарата жасыл жанып тұр. Кіруге бірдеме сұрап кіре алмай қалып жүремін. Пойыздар ана жақта тұр, андай қап-қара пойыз тұр. Вагондар. Қой ажан шықпай қойын, абзал тыныш жүрейінші осы. Қытай халқы жалпы суды көп ішеді екен. Көшелерінде, мінекей мына вокзалдарында, мына жерлерде ыстық суы, салқын суы әрқашанда дайын тұрады, қайнап тұрады. Сосын андай қылып, өздерінің ыдыстарымен кішкентай термостарына құйып алып, ішіп отырады екен. Мына жерде вокзалды қарап тұрсам, үлкен кісілері сондай стақандарменен, манағыдай бокалдарменен су құйып алып, ішіп, ұрттап отыр. Суды көп ішудің бір пайдасы болып тұр ғой, яғни бір құпиясы бар. Мінекей тағы да бір апай келе жатыр. Су құйып алуға, осылай адамдар су құйып алып іше береді, ішетін. Жерде қайнап тұрады. Мына Қалмұрат дейтін бауырымызбен, қырғыз бауырымыз ғой. Сонымен әңгіме айтып отырмын, тауып алып осы жерден қайтадан. Бұл жігіт жаңағы бой без правил деген бар, төбелесетін. Соған қатысады екен, содан қатысып келе жатыр екен, осы Қырғызстанның ішіндегі. Содан орын алып келе жатыр, кубокты алып. Жаңа төбелестерін көрдік, видеодан көрсетші, бір видеоны ашшы. Төбелестерін қазір қарап үшіде отырғанбыз. Ашылатын біреуін ашып жібер. Енді шығып жүрдім бе, жасы 22-де екен, яғни 2003 жылға. Жастар ғой, енді бастап кетті, мінекей. Төбелесін көрсетіп отыр. Осындай төбелестерін көріп жатыр. Бірақ енді Қытайдың артынан шығады екен, осы жақтың азаматы ғой. Бұйырсын тағы да үлкен жетістіктерге жетті деп тілеп жатырмыз енді. Үлкен жетістіктерге жете бер, аман бол. Молодец. Әлі 40-50 минуттай бар. Бірақ адамдар мына жерге есіктің алдына шығып кезекке тұрып жатыр. Чемодандарын қойып отырғандары бар. Чемодандармен бірге тұрғандары бар. Неге ерте шығып атқан түсінбедім. Қасында баладан сұрап едім. Ой, үлгереміз аспаға дейді. Мынандай пойыз екен. Біздегі сияқты көк күмбек емес. Бұл жерге шығу үшін де паспортный контрольден өттік. Да? Вокзалында сосын андай артық адам шығармайды екен, тек қана пойызға отыратын адамдар. Тек қана пойызға, осы пойызға отыратын адам шығарады. Билет керек емес екен, біздің паспортымыз салып еді. Біздің данныйымыз ат шықты жерден, да? Мынандай жол серіктер өйстіп тұрады екен. Біздікіндей сияқты. Купейный вагондар мынандай. Біздің пойыздар сияқты ма, біздікінен де ескі ма? Міне 138 пойыз жазып тұр таблода. Біздікі 16 вагон. Қазір тауып аламыз. Мына жерде 11, 16 деп тұр міне. 16 үшеді ме, 12. Міне 12, 13. Әрғаты өтпеңдер деп салып қойып тұр. Мынада купейный екен. Мына купесі. Люкс сияқты. Люкс вагондар ау деймін. İşte kәдімгі біздің купейный вагон сияқты болды. Мына ресторан вагондар екен. İşte kәдімгі біздің ресторан вагондар сияқты ғой. Жақындадық па? 15, 16, 18 екен. Қазір кіреміз. Паспорт береміз сол жерге де. Сен паспорт сенде ма?
Şu pas. Ha. 16 o da. 42, 43. Pasport. Bizim pasportlar әдемі ғой, ең әдемі паспорт. Қазір түсініп. О, отыратын. 往里面站。 Ал деп отыр. Достар қатты шығады енді. Ұрысып отқан адам сияқты, иә? Иә. Іштер шығызып болып тұр. Мына отыратын вагон достар. Отырып барамыз. 2 күн бойы. Қазақ үшін пойыз қалдық. Не қарап кетті? О. Болды ма? Түсірген жоқ па сен екен? Жерде табалдырықтар бар екен, чемодан сүйреп кіргізеді. Көтеріп аңқылдап жүрмейміз. Болды ма? Ооо, салқын ғой? Нормально сияқты. Адамдар қызық бір түрлі адамдар екен. Үлкен. 小子，往左边放，左边放箱子，右边放包。 көзге 42 老板 қырық. 对，放左边。 Міне мында жер жазып тұр 右 екен. 边腿放包的，笼子朝外面。 бір түрлі иіс шығып тұр. Темекінің иісі шығып тұрған сияқты болып тұр. Гүлекенің орны мына жерде екен. 2 адамдық жағы. 43 беді. Қызық орын берді ол. Екінің де 3 адамдық жағының 41, 42'si 左 болса. 边放箱子，右边放包，吃的放桌上面。 Алла жолымызға 往里 сәттілік 面 берсін. 放。 Алла жар болсын. 有包子上面不要放雨伞、水纸、小包放右边，包放右边放。 Bismillah деп қозғалдық. Олар әлі бірдеме де жүр. Мына жерде чемодандар сыймай жатыр. Көлдеңдегінен қойды, былай қойды, бәрін сыйғызды адамдар. Айқайлап жүріп. Ана вагонда екі жағы жер ашық қой. Толды. Екі ортасы ашық сияқты. Толды вагонның іші. А? Индия сияқты болып тұр ма? Сағат жарымдай уақыт кетті. Адамдар жайлап ұйықтап жатыр. Мен де құптай көз іліндіріп қалған болдым осылай отырып. 50 сағат отырып барамыз достар. Олай болмайды сияқты бізге. Гүлекем өзі жайлап ұйықтап жатыр. Оның қасында әйтеуір стол бар. Үйтіп жататын. Ал мен қасында ештеңе жоқ, стол алыста. Қытайдың терезесіне қарап отырғанда ешқандай жалықпайды екенсің. Әрбір қалалардың ортасында бос жер жоқ екен. Бәр жері қала, үйлер. Адамдар ұйықтап жатыр. Келесі вагон ортасы ашық. Ол вагонда да отыратын жерлер екен. Терезесіне көрсетейін. Бір жерге келіп тоқтайын деп жатқан сияқты. Жайлап жүріп келе жатыр. Мынау қыз оқымысты қыз сияқты. Владимир компьютерін шығады. Енді келіп кітап оқып отыр. Мықты. Бір жерге келіп тоқтап жатыр. Үлкен жер неде болса. Маладан бері мыналардың ауыздарына тыным жоқ. Қайта қақсалап жүр әйтеуір. Суылдап. Түсіңдер де жүрген болып тұр. Түсетін адам бар ма, қалып қоймаңдар деп. Мына жерде тұрған чемодандардың бәрін алып беріп, реттестіріп орындарына. Қайтадан бұлай қойып. Сөйтіп жүргенде Гүлекенде оянып кетті деймін бе? Оянып кетті ме? Түртіп жіберді ғой мені оятып жүрдім. Түртті ме? Не? Тұр деді ме? Қой түрткен жоқ сен негізі. Проводник па? Мінейін деп тұрған адамдар қанша ма? Түсейін деп тұрған адам. Баршылық. Қандай қала екен мұны? Шауквайм дейтін жерге келген екенбіз. Сондай қала. Қасымда бала көрдіңіздер. Иығында білегінде қызыл повязка тұр ғой. Сол қызыл повязка неге тағып алдым деймін ғой. Мінгеннен кейін таратты өшеді 3-4 адамға. Сол ойлаймын ғой, бұл бір жұмыс жасаймын екен, ақ отқан адам екен. Жақындап сұрап едім. Оказывается, бұлар волонтер екен. Ерікті түрде қызмет көрсететіндер бар, солар екен.
бір қызығы бұл жерде вагонға мінген адамдардың арасынан, өздерінің арасынан сондай ерікті түрдегі қызмет көрсетушілерді тағайындап осылай қояды екен, қолдарына қызыл повестка тағып. Адамдар улап-шулап мініп отыр, дауыстар қатты, ашыға шаңқыл-шаңқыл етіп отыр. Ұқсат адамдар ұқсат бір жүреді. Ой, мына жерде тұрып алып бүркітіп темекіні тарта береді. Сосын жақ қарта иіс келеді мына есіктен. Ана жақта иіс келіп отырғызбай отыр. Шынын айтқанда бар ғой. Мынау енді даласы. Бос жер жоқ дейді. Бос жер бар екен ғой бұл жақта да. Туалетіне келіп тұрмыз. Очередь бұл жерде де. Мен шығып жатыр адам. Қазір ішін көреміз қандай іші деген таза емес лас екен да. Өте қатты лас. Нағара. Ресторанның адамы. Тамақ сатып жүр. Біздің Қазақстандағы пойыздағыдай ғой. Тамақтарын ұсынып келе жатыр. Дәл алдыма келіп қойды ғой. Тауықтың еті дейді. Бірақ жеу қауіпті. Гүлекен көз жайынан ете түстің ғой. Қарны ашты мәне. Ұйықта жер. Қайта саған ұйықтауға жақсы қан жер. Мен жерде ондай да жоқ. Тауды қарана қара. Даланың көрінісінде жаңбыр қиып тұрған сияқты мына қалады. Жаңбыр төгіп тұр деймін жерде. Оны білмеймін, айта алмаймын. Кондиционер жөнінде. Жоқ, оны азайтпайтын шығар. Жаңа деген туалетіне барып келдім. Сұмдық іші деген. Адам құсқысы келеді. Мен құсып қойдым ішіне барып. Сондықтан өзіміздің еліміздегі, өзіміздің пойызға шүкір деу керек Гүлеке. Түсіндің ғой да енді де, түсініп өтсін бе? Елімізді сағынып өтсін бе? Қазақстанымызды сағынып өтсін бе? Өзіміз алып шыққан суды ішіп аламыз. 2 литр су. Тамақтары бар Гүлекенің алып шыққан. Не алған, жейтін бірдеңелер алған әйтеуір. Қазір соны ауыз тиіп жеп аламыз. Мыналар шулап әлі жүр. Бір жерге келіп тоқтадық бір қала. 5 минут тұрады екен, далаға шыққан жоқпын. Далаға шығудың өзі қорқынышты екен. Бірде сөздеріне түсінбей қалсақ, міне алмай қалам ба деп қорқып отырмын сосын. Бұлар тастап кетуі де мүмкін қояды, сөзін түсінбеген. Кішкентейден бұл, бәрін бөліпсем мен. Мынандай инені қазір бір әбетке жеп алайық деп отыр. Елімізді аңсап отырмыз. Емін еркін тамағымыз жеп, кезген тамақ сатып ала беретін. Бұл жерде амал жоқ, ештеңе сатып ала алмаймыз. Сондықтан алып шыққанымыз жеуге тура келеді. Олар әлі суалады. Бұл нанды кеше түнде пісіріп жатқан өзбек бауырлардан алып өзі көшеде пісіріп сатады ғой, кафелерде. Қызық жағдайлары болып жатыр. Мынандай бисквит, кекс пе бірдеңе алып шыққан Гүлекен. Гүлеке өзің нені жеп жатсың ғой? Нені болып кетпе өзіңде? Дәмі қызық ма? Үтілі ма? Мындай тәтті де емес, қызық па? Қысшы ма? Қызық әйтеуір. Проводниктің отыратын жері мынандай кішкентай бір адамдық қана орын екен. Енді мына екінші туалетін көрейін деп келіп тұр. Оның іші таза ма екен? Іші толып тұр адам дейді. Мына жерге тұрып алып темекі тарта береді екен. Бықсып тұр қазір. Темекіден сасып. Негізі пойызға билет алғанда Қытайда мынандай пойызға алмау керек екен. Олардың басқа пойыздары болады, андай тез жүретін, соған алу керек екен. Біз оны білмеппіз. Білгенде де оған билет жоқ болды ма білмеймін. Осыған билетті әрең таптық, шынын айтқанда. Жоқта да билет тапсы пойызға.
сезон дейді ғой қазір жазғы уақытта. Бұл туалеттің іші осындай кішкентай айналуға келмейді. Бір мезгіл қалаға шығып, жолға шықтық, күн ысып, жанып тұр. Мынандай тамақтар сатып жатыр. Енді бұл жерлерден тамақ алу қауіпті деп айтып жатыр. Бізде әрбір пойыздың келген жол нөмірі, жолы уақыты беріліп, 3:25 кетті. Осындай екен. Состав өте ұзын. Осындағы анау шеті көрінбейді ғой составтың. Тырнағын алып отыр, отырып алып. Ол ана сумкасының ішіне түсіп жатыр. Сумкасының ішінде тамағы да бар, басқасы да бар. Тырнағын мадемен сытырлатып алып отыр. Мына жерден тағы да тоқтап жатыр. Мына тоқтаған жерлері әрбір жер бір 30 миллион, 20 миллион тұратын халық тұратын үлкен қалалар дейді. Дәл алдыма келіп. Мен қазір айтпақшы басқа болғанға келіп отырмын. Зарядкілейтін алып келдім, басын мынандай қылып ауыстырып алдым. Мына жерде зарядкілей қойып қойған, соны күтіп отырмын. Енді тағалдыма қойып қойыпты. Бір орамасы 10 юан, 720 теңге екен. 3 банан 720 юан, 3 алма 720 теңге. Проводниктің өздері чемодандар қалып кетпеу үшін орап беріп жатыр. Манадан бері қолдарына жіп ұстап жүріп салбыратып. Сол үшін ұстап жүр екен. Өздері көмектесіп майлап бір шетін көмектесіп жатыр. Ананды қояды қазір. Құлағынан байлап береді. Проводниктер осылай қызмет көрсетіп жатыр. Тағы да бір үлкен қалаға келдік. Әрбір қаланың өзінде кем дегенде бір 20 миллионнан адам тұрады деп айтып жатыр жаңа сұрағанында. Қазір кешкі уақыт сағат 7-ден кетті 8 болып қалды. Күн деген өте қысы болып тұр. Мына біздің келесі, біздің кейінгі вагон уже ресторан екен. Ресторанда тамақ көп. Бұй айқайлап жатыр, мініңдер деп айқайлап жатыр. Мен жай шығып қалдым ау деймін. Ішке керек, енді бір ұйқы болса бір ұйықтап көреміз. Қала мынандай әдемі көріністер пойыздағы. Қандай қала екен білмей отқанымдағы. Мына кісілерден сұрасам қытайша бірдемені айта салады. Тағы түсінбей отырғаның. Мынау кешегі не дегендей Гуанчжоудағыдай судың жағасы екен. Проводник терезелерінде жалыңдар деп ақайлап айтып келе жатыр. Дауыстары бақыратты жүреді. Бүгіндікке күні бойы тыным жоқ. Былай өтеді айқайлап, былай өтеді айқайлап. Арасында полицейлер келіп кетеді. Сақ болыңдар, заттарын жоғалтып алмаңдар деп әнжегі тұра қалып қақсайды. Енді мына түн болғанда терезелерін жабыңдар деп қақсап жүреді. Қытай пойызындағы екінші күніміз басталды. Бұл Гуанчжоудан Үрімшіге кетіп бара жатырғанымыз ол. 48 сағат жүреді екен. Қазір 24 сағаттан асты. Енді 24 сағаттан жүреміз шамамен. Қазір мен тұрған жерім мынау ресторан. Ресторанда адамдар уже таңғы астарын ішіп болып отыр деймін. Қазір ғана бір топ проводниктер осы жерден шықты, тамақтарын ішіп. Соған қарағанда проводниктері осы рестораннан тамақтанады. Тегін бе, тегін емес пе екенін білмедім. Бұны аттағы көрініс. Қытайдың қалалары өте көп екен. Жолшыбай көптеген қалаларға тоқтап келе жатыр. Ана енді автожолдар енді тақтайдай теп-тегіс. Осындай әдемі жерлерменен күнімен түніменен өтіп келе жатыр енді. Мына жерге мост салып жатыр екен. Мына мостны кешке дейін бітіп тастайды деп ойлаймын. Астына бетон құйып жатыр. Тек қана асфальт қана төсеп тастап жатқан жоқ. Бетон құйып жасап жатыр. Қазақ үйлер, жер үйлері осындай. Барлық жерде қай қаласында өткенде де стройка жүріп жатыр екен. Үй салып жатыр. Мына жерде де қазып бір нәрселер салып жатыр.
жолдары бұралаң таудың етегі менен. Мына рестораннан кейінгі жалғасып жатырған купейный вагондары. Мына жерде туалет екен, туалетінде адам бар, занят екен. Мына жақта не бар? Мына проводниктің отыратын жері болса керек. Су. Әр қашанда бұларда жылы су дайын тұрады. Көтек ыдысқа құйылып жылы су іше береді екен. Ал мына жері не? Мына жері қол жуатын жерлер. Жуынатын, шайнатын, ыдыс жуатын жерлер болу керек. Тағы да көрініс даладағы. Осындай тамаша ең әдемі көріністер таусылмайды. Қытайда жер жоқ дейді, жер бірақ көп екен. Купейный вагондар кәдімгі біздің нелер сияқты. Қазақстанның вагондары сияқты ғой. Бірақ есіктері де өзгеше. Ағаш есік сияқты болып тұр, иә. Іштері кәдімгідей біздікіндей екі қатарлы. Бірақ тап-таза екен, үй сияқты алып қойған екен. Столып. Іші тап-таза екен. Розетка бар ма екен? Розетка көрмей келе жатырмыз. Розетка көрмейді де. Қай жеріне бармасақ та, қай жерін көрмесек те адамдары бір бутылкаменен жылы суды ішіп тұрады. Тағы да бір адам жылы су алуға кетіп бара жатыр. Қазір көрсетейін. Шықты да әрі қарай кетіп қалды, қолында бутылка. Қолында бутылкамен кетіп жатыр, көрдіңіз бе? Бутылкамен су алып шықты. Ішін жуып отыр. Қазір ана сары қолда сары бутылкамен су құйып отыр. Бәрі осылай, адамдардың бәрі қолдарында бір бутылкамен әр кезде су ішіп отырған жерінде су ішуді, жүріп бара жатып су ішуді, әйтеуір бір тегін су. 10 вагон жүріп келдім, ар жағы есік ашылмай тіреп қойыпты. Мынандай ағамыз зарядка жасап жатыр, жүгіріп өзі. Олар постоянно қимылда жүреді да, парктеріне барған жоқпын, иә, парктеріне барсаңыз адамдар өйстіп толып жүреді дейді, үлкен қарт кісілер. Мен баруға уақытым болған жоқ, соны барып түсіруге кеңес беріп еді. Мен барып үлгермедім. Ал кері кеттік енді ше. Үстіне 3 қатарлы екен, купейнийлері. Мана мен көрген жерде 2 қатарлы, содан кейінгілердің көбісі 3 қатарлы екен. Тап-таза жалтырап тұр, ешқандай иіс жоқ. Керемет, заряд қылайтын мына жақ отыратын жерінің столдар тұрғанның астарында бар екен. Бөлмелерінде бар жоғын білмеймін, купелердің ішінде. Таусылмайтын керемет табиғат. Астан машина жүріп жатыр. Сосын пойыздардың жолдары мына тек қана бір жол емес. Анандай жерден бір жол былай тесіп өтіп кетіп жатады. Мына жағынан былай бір жолдар тесіп өтіп кетіп жатады. Үшін бірнеше жолдар бар қатар-қатарынан. 3 қатарлы. 2 күн бойы пойызда келе жатып, Гүлекеңді бірінші рет далаға алып шықтым, таза ауаға. Ой, не алып шықтың я, Гүлекең? Орнынан тұрды десіз? Орнынан тұрды еще. Ой, бұл алып қалам екен деп едім. 2 күн бойы отырып жатыр, неше сағат болды қазір? 24 сағаттан асты. Қазір сағат 5. Сонда 8-ден 7-ге дейін тағы да 8 сағат, 9 сағат, 24-ге 9 сағат, 33 сағат бойы бұрында жабысып отырып жатыр ғой. Бетіміз қып-қызыл іште дегенде бәрі жақсы, бірақ отырып тек шаршап қалғансыз кейін, Менің аяғым бәрі істеп, тәуішкені қарасаң. Не болды? Симей қалды? Отырғандан ба? Неше минут тұратын жанып тұр, қазір сағат 5:20 кетті. 17:28-де жүреді екен. Енді 8 минут уақыт бар. Айтпақшы, тез жүретін пойыздар мынау негізінде. Біздікі жай жүретін пойызы ғой, мініп кетқанбыз. Оның бағасы самолеттікіне жақындау. Тез етіп мініңдер деп айқайлап жатыр, шақырып жатыр, сондықтан мінеміз ішке тез. Бәрі топырлап тек жинала қалды ғой. Мінемізді. Қалай жағдай, жақсысың ба? Ұйғыр баласың ба? Ұйғырлар көп. Шығып кетті далаға. Ал жүре берсең көре бересің деген осы. Ол Қытай пойызына да мініп алып, екінші күн дегенде мынау қазақ бауырымызды келісіп қалдық. Болғын екен, есімі де ерекше екен. Осы Алтай өңірінен, Іледен екен, Іле өңірінен екен. Жолда келісіп қалып бір сағаттай отырға өтейм, әңгімемізді айтып. Жақсы әңгімелер айтылып жатыр енді. Білгенімізді айтып. Жол болсын, кәсіппен айналысады екен бұл жігітті. Бұрында басқа да жұмыстар жасаған екен. Танысып, білісіп жатқан жайымыз бар. Өзің
бізге қазақтарымызға не айтасың? Не айтамыз аға? Аман болыңыздар. Иә. Жақсылық болсын бәрімізге. Әумин, айтқаным келсін. Тағы да жаңа қазақ балдар бар еді қасымызда. Сыртқа шығып кетті, мына пойыз қазір тағы бір қалаға келіп тоқтап жатыр. Мынау қандай қала? Мынау Ланчжоудан өтті қазір. Бұл Ланчжоу дейді ғой, үлкен қала ма? Ланчжоу үлкен қала. Шамамен қанша халық бар бұл жерде? Қаншалық халық бар екенін білмедім. Ешкім негізі көп. Шамамен 20 миллион бар ма? 20 миллионға жеке қабыл бар. Негізі бұл жерде мына Түнгөн деген Түнгөн құй су деп қоямыз. Сол кісілер көп болады осы Ланчжоу қаласында. Түнгенде кімдер олар? Түнгөн деп қояды ол. Түнгендер ма? Түнген. Иә, мұсылман халық қой. Енді әр қаласында біз неше қалаға тоқтадық. Әр қаласында бір кемінде 20 миллион адам бар. Әр қалада бір Қазақстан деген сөз ғой. Қандай дамыған ел, иә? Ой, әлсін бір 2 сағат сайын осылай далаға шығып тұрамыз. Күн салқындап келе жатыр, иә? Күн салқын. Манағы жерлерде ыссы болып еді. Олай қарай жүрген сайын уже салқындап келе жатыр. Пойызда осы пышылдап кетті ғой. Мана пойызда бірге жатқан қазақ бауырым. Так, уже неше болды? 4 болды ғой. 4 қазақ болды ғой. Менімен 5 болған сияқты. Бұйырса Үрімшіге жеттік. Бұл сапарымыз біздің Гуанчжоу Үрімші пойызбен келдік. Бізге енді керегі автовокзал. Мына жерде не деп жазып тұр? Автобус дейді, такси дейді. Бізге енді Алматыға жүретін автовокзал керек. Ол жерден пойыз автобус кешке жүреді Алматыға. Билетіміз алынып тұр. Асығыс жоқ, үлкен асықпайды. Ұйқың қанды ма? Ұйқы болады. Болады? Нормально ма? 48 сағат отырып келдік пойызбенен. Қытайдың пойызын көрейік деп отырып едік. Болмайды екен. Бәрін артынан айтамыз. Ауылға барғасын бір тікелей эфирге шығып жүздесеміз ғой. Сол кезде бәрін айтайық. Қорытындылап. Қырғын халық шұбырған. Қайта вокзал үлкен болғасын бар ғой. Білінбей тұр. Біздердікін десе Атыраудағыдай кішкентай вокзал болатын болса бар ғой. Адамдар бәрі сыртына шығып тұрады. Міне адамның көптігі. Осылардың айқайлау уақыты ашылмайды. Бажылау айқайлайды отырады. Мына жерде сим-карт сатып отырайын да. Сим-карт сатып отқан сияқты мына жерде. Сим-карт, винчат. Ал міне Үрімшінің есігі алды, вокзалының есігін алды. Сағат таңертеңгі 8. Күн шақырайып шығып тұр. Былай ойыншы. Қазір қазақша білетін адамдар. Қазақсыз ба? Қазақсың ба? Қалай? Қазақ емессің ғой? Ұйғырсың ба? Мен сөйде ойыншы, қазақсың ба? Қазақсың дейсің. Алтын сата салады. Ақша үшін тек алтын сатуға әзір болып тұрмасың да не? Тілінен түсініп қалдым да, қазақ емес екен. Қазақтар басқаша сөйлейді. Қазақша тазалау сөйлейді де. Мына вокзалын сыртынан көзетіп жіберейінші алыстан. Үрімшінің жыды вокзалы осы. Үлкен, е? Біздегі ең үлкен қалалардағы аэропорттармен бірдей ме вокзалының өзі? Солай ма Гүлке? Автовокзал. Знаешь, андай далада да тұрып алып андай лапшаны басып жатыр. Олар осындай лапшаларға жатып алған. Мен байқағаным. Дайын тамақ қой енді. Алсын? Солай ма? Жаяу бару алыстау болады деп еді кеше балдар. Қазақ балдар көмектеседі ғой негізінде, бірақ кеше бірге келе жатқан балдар түнде түсіп қалды. Біреу түнде түсіп қалды, біреу оның алдында түсіп қалды. Тағы да бір бала жаңа түсті, бірақ ол вокзалдан бері қарай шықпаймын. Түсе салып, тағы да басқа пойызға отырам деді. Енді осылай шыққаннан кейін тауып аласыздар ғой деп айтты енді бағыт-бағдарын. Бірақ сонда да сұрауымыз керек болып тұр. Таксимін дейді, таксисің ба? Тор такси. Тор такси деген ғой. Ол не ал деген? Интернеттен такси тол шақырып береміз сіздерге. Сен шақырып берушісің ба? Біз мына интернеттегі тор таксиден мына шеркетте іштечілербіз. Өзіңде такси бар, машина бар ма?
Біздің шеркет машиналары ғой. Такси. Сонда жұмыс жасайтын болып тұр таксист таксопаркте. Қазақсың? Қырғыз. Қырғызбын деген екенсің ғой. Не қайда? Бізге автовокзал керек болып тұр, автовокзал. Автобус ба? Иә. Автобус Алматыға жүретін, Алматыға. Алматыға ба? Иә. Алматыға тетігі Чалтөбе кетке шығасыңдар. Чалтөбе қалай? Дағы. Қалай? Қалай кетеміз бе? Жақтағы. Мынандай өтіп кет, жаққа барсаға Чалтөбе. Мына жерден жүрмеймін мен де. Жоқ, бұл жерден жүрмейді. Ашыға Қазақстанға шыға тұрған автобус. Мына жер жаяу жақын ба? Аяқпен барса? Мына Итирақтан өтіп, кеті жаққа барсаға барасыңдар. Жаяу жақын ба сонда? Мен көрсетіп қой. Қанша уақыт? Жақындай. 50 метр келетін мына Қош. жерден өтіп, те жаққа барсаға. О, давай жүр, көрсетші жүр. Қай жерде екен? Былай барайық па? Мынандай өттіңдер бе? Иә, былай жаяу жүре береміз де. Иә. Сосын мынау оң жаққа қайырсам кетті. Көрінер Қай мынау ұзын ана камералар тұр ғой содан ба? Бинаның Мына светофор тұр ғой ана қызыл. Ана қатты көрдіңіздер бе? Иә. Кетті. Анау арабша жазылып тұрған, қазақша жазылып тұрған ба? Тұра. Мынау қазақша жазылып тұрған. Тұра. Ошол жерге барсыңдар да болды. Сол автовокзал ма? Ошол Қазақстан автобусы шығады. Сол ма? Мына светофордың астына оңға бұрыламыз. Оңға барасыңдар. Ой, рахмет бауырым. Атың кім? Абдулла. Абдулла? Рахмет, мұсылмансың ғой. Болды. Рахмет. Жақсы басыңдар, е? Әумин, рахмет. Жап жақын екен ғой. Қазір тамақ ішетін жер тауып алуымыз керек енді.